Бәріңізге сәлем достар. Сан-Диего қаласында Бальбао паркінде жыл сайын сакура гүлдеу фестивалі өтеді. Сакура гүлдері наурыз айында 1-2 апта ғана гүлдейді. Сондықтан фестиваль 2026 жылы 12-15 наурыз аралығында өтті. Бұл фестиваль жапондардың ханами дәстүріне арналған, яғни гүлдерді тамашалап, табиғаттың сұлулығын сезіну. Бұл жерде жоғарғы қабаты жәрмеңке стилінде, яғни бамбук өнімдері, қолөнер, жапон сувенирлері, кимоно, аксессуарлар, органикалық өнімдер сатады. Одан төмен түскенде тамақ бөлімі, суши, роллдар, рамен, данго, балмұздақ, матча десерттері сатылады. And they needed a way to protect themselves. So what they did is they posed as Zen monks. Đây. Жалпы кіру құны $20. Бұл Сан-Диегода сакураны көруге болатын ең негізгі жер. Менің сіздерге кеңесім, егер болашақта бұл жерге баруды жоспарласаңыздар, бейсенбі немесе жұма күндері барыңыздар. Сенбі, жексенбі күндері кезек өте көп болады. Егер бүгінгі қысқа шығарылым ұнаса, бізді қолдап, лайк басып, тіркеліп, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз.